Жақсы балалар, рахмет отырыңдар. Балалар біздің сыныбымызға жаңадан оқушы келді. Аты сыныпқа Аяна. Тез достасып кетеді деп ойлаймын сендерді. Аяна, енді сен өзің кез келген маған орынға отыра қой бүгінше. Буллинг ағылшын тілінен аударғанда қорлау, құдалау, мазалау дегенді білдіреді. Адам үйде, мектепте, автобуста немесе интернетте жалпы айтатын болсақ, кез келген жерде буллингке ұшырау мүмкін. Бұл кез келген адамның басында болатын жағдай, бірақ есінде болсын, ешкімнің сені ренжітуге немесе өзін жайлы жаман ойлауға мәжбүрлеуге құқығы жоқ.
Біз бұл видеоролик арқылы жасөспірімдер арасындағы көп көтерілетін мәселелердің бірі буллингке кету, мазақтау мәселелерін мысал ретінде көрсетіп, қайталамаларыңызды сұраймын. Мен буллингке қарсымын. Буллинг – әлсіздіктің белгісі. Сен үшін жай ғана қалжың, ал ол үшін жүрекке тиетін сөз. Буллинг те зорлық-зомбылыққа жатады. Балаларға зорлық-зомбылық көрсетуін тоқтатайық. Буллингтің алдын алу шарттары. Келісімге кел. Ізгі іс істеуге міндет қылма. Сіздің ісіңіз, сіздің ескерткішіңіз. Агрессия қылы болма. Провокацияға берілме. Тек мумияңсыз зардап шегеді. Өзіне сен. Егер сіз жамандықты түзетпесеңіз, ол 2 есе артады. Болашағыңды ойла, істегенің өзіне қайтып келеді. Үлкен нәрсе үлкен жолмен жасалады. At night.